мына Мединада, Меккеде bir риза болатыншы, светофор жоқ қой вообще. Кейбір жерлерде светофор бар, бірақ істемейді да. Адамдар бір-бірлерін қалай мейірімдікпен жібереді. Bu жақта жол тәртібі бойынша екі-ақ заң бар екен да. Біріншісі ременді тақ, қауіпсіздікті. Екіншісі адам қағып кетті. Екеуі бар екен да, яғни пешеход, анау, мынау, сплошной линия, дым жоқ қой, дым жоқ. Қазір қарадыңыздар, проспектте машина көп. Біз қалай өтеміз қазір қараңдар. Бүкіл арабтар, бүкіл келіп атқан адамдар, жалпы осында қонақ болып отқан кісілер былай өтеді, қараңдар. Қол көтереді да, бисмилла. Хоп, бисмилла. Хоп. Хоп, бисмилла. Шүкір деген сөз, рахмет деген сөз. Жалпы айтайын деп атқан не ғой? Бір-бірлеріне сондай бір мейірімділікпен қарайды да, ашуланбайды, жынданбайды. Бізде сәл адам шығып қалса, біздің елде бір-бірін қырып боқтап жібереді. Bu жақта да сосын машинелер бір-бірлерін жағы соғады екен да, бірақ жүре береді екен, жағдай жөндемейді екен да. Мысалы тиіп кетті ма, барып жөндеп естоға бір-бірімен соғысып қалса, шығады екен да. Аллаға шүкір, амансың ба? Аманбыз, альхамдулилля, бәрі жақсы, жүре береді екен. Анау-мынау соттасу, милиция шақыру, жүзекке звондау, ондай вообще жоқ енді. Сонысына риза болам да. Жалпы сондай мейірімділік енді әр жердің өзінің плюсы бар, әр жердің өзінің минусы бар. Бірақ кез келген жердің жақсы жерін алуға, енді жаман жер, жақсы жер бар деп жатырмын ғой. Кез келген жердің сол жақсы жерін алуға тырысу керек та, жаман жерін алып тастау керек. Сондықтан әлде қайда бір-бірімізге мейірімді болайық, сабырлықпен, иншалла жақсы оймен, көңіл күймен қарайық. Дұрыс па?